Тарбағатай тарланы. Аршындай басып адымдап, о өмір сенде келемін. Болсы да кейде сәттілік болады бермес дегенім. Көрмеге мәсте түңіліп, сәттерде кейде сүрінген. Пенделік кейпім барында арма ғана жүгінем. Жаншылып кейде жүрегім, кезімде болды жабыққан. Ешкімге мұңдап бармадым, ойымды тешеп қамтқан. Осылай міне келемін, бергеннен көппе берерім. Тар жол тайғақ болса да, өзіме ғана сенемін деп, тебірене жырлаған Серік Зейнетайұлы Жұматов, туған жерде жүріп-ақ ұлт руханиятына олжа салды. Өз мектебін қалыптастырды. Әдебиеттің әр жанрында қалам тербетті. Ақсуаттың ардағына, Тарбағатай тарланына, иісі қазаққа аты мәшһүр, өнер майталманына айналды. Ақынның анасы Бақтыбала Бораш қызы, жұрт Бақай атап кеткен. Нағашы атасы Бораш Кәукеншекұлы 1935 жылы КСРО Конституциясының құрметіне өткен айтыста бас бәйгесін жеңіп алған екен. Сол кезде 15-16 жастағы Бақтыбала анамыз айтысты көзімен көріп, жаттап алған өлеңдерін бертінге дейін айтып жүрген құймақ-құлақ, жады мықты, шежіреші адам болыпты. Бораш ақынның баласы Кәукеншектің атым Бораш, болғанмен сөзге шебер көзге қораш, ортаңа өлеңіммен өрт қояйын, ағайын ысырылып маған жол аш деген бірен-саран өлеңдері әлі күнге дейін ел аузында. Ал әкесі Зейнетай соғысқа қатысқан адам. Майданнан жіберген хаттарын тек өлең жолдарымен өрнектеп жазады екен. Майданға аттанып, келгеніне дейін суреттеп, ұзақ жолда деген дастан жазған. 5-ші класста оқып жүргенде өзінің талантын көрсете бастады. Ең бірінші бұл сатираға өте жақын болды. Сықақ өлеңдер айтатын, әзілдер шығаратын. Біз енді мынау 9-10 класс оқып жүргенде мынау Қарғыба деген, бұрын социал дейді, Қарғыба деген ауылда оқыдық. Сонда өзіміздің бастамаларымызбен мына училище деген жерге, одан социалға концерт қоятымыз. Балалар барып, сол кезде осы Секең ойдан сатирасын шығарып, өзі орындап шығатын. Сахнаға өте бейім болды. Кейін бұл енді өлең жаза бастады жақсы. Ананың сүтімен, әкенің қанымен келген ақындықтың алғашқы ұшқыны, алғашқы табыс туралы Секең, бала кезімде әкемнің құрдастары үйге келеді. Әңгіме дүкен құрған, мені ғажайып, өлең айтқызады. Әлгі бір қалқаның кім біледі аты қалқа дейтін қалғаны бар ғой, соны заулады. Олар кеу-кеулеп, көтермелеп тыйым береді. Сосын сол кезде ептеп, плагиатпен айналысқан сияқтымын ғой. Бастаушыда оқып жүрген кезімде Балдырған журналын оқып жатсам, ішінде байлардан қиянат көрген бір жетім бала, өзім жас, қарным аш, жөн айтуға сіздерге болмай тұр ғой қылас дейді. Соны жаттап алғам. Bir gün әкемнің құрдастары өлең айт деп қол қылаған кезде соны айттым. Кішкене өзім ыңғайлап өзгертім күреп, өзім жас, ауырып тұрғас. Өлең айтуға сіздерге болмай тұр ғой ықылас деп соғып жібердім. Бұлай салмасын. Олар риза болысып шулап кетті. Қалталарынан бір сом алып маған берді. Алғашқы табысым шығар, сол мен деп еске алады. Ата бабасынан қалған дарым бар. Шешесі марқұм. Ол кісіні білем, көршіміз болған. Ол кісі де өлең жазатын. Әкесі де кішкене соғыс кезінде шимайлап жазатын. Содан мына Серікке дарым біткен ғой. Секеңнің жазған жазбаларын біздің мектептің оқушылары жатқа айтады деуге болады. Қазір бәрінен сұрасаңыз, тоқтатып. Секеңнің қандай өлеңін білесін десеңіз, айтып бере алады. Кеткенде көкірегімді күдік керіп, жадырап таң атады үміт беріп. Тек жақсы жаңалықты айтса ғой деп, елеңдейсің, кім болсаң да күліп келіп. Өмірдің бәз біреуге қошып өтен, сондықтан ғажабы да осы мекен. Жақсылық әмсе дағы жарсап келсе, жамандық көп жағдайда тосын екен.
Серік Зейнетайұлы Жұматов, таңғы тілек. Таңымғай айналайын күліп келген, өзіңді күте берем үмітпенен. Жаныма шапағаттың шырай беріп, сызылар көкірегімнен күдіктеген. Қандай жақсы үмітпен жалғағаның, қажетімді іздеуге қарманамын. Түн пердесін ашқанша асығамын, еске түсіп алдағы армандарым. Көңілдің кейбір сәттері. Серік Жұматов. Кеудемді кернегенде ғұмыр әнім, пенделік пешенемді ғынамын. Кей кезде тіршіліктен түңілемін, сынған бір мойындай құмыраның. Жан тербеп ішкі сезім алсады, жығамын, тең түсемін, жығыламын. Пенделік ай кей кезде ұсақтаймын. Арманыммен қиялымды құшақтаймын. Өмірде жалғандықты көріп тұрып, тот басқан қайралмаған пұшақтаймын. Жақсылармен жарасып отырсам да, көңілді алады ғой тұсап қайғым. Туған жеріне ту тіккен Серік Зейнетайұлы саналы ғұмырын аудан мәдениетінің өркендеуіне арнады. Ақсуат мәдениет үйінде режиссер, директор лауазымдарын атқарды. Мен осы киелі шаңыраққа, осы мәдениет ордасына 1982 жылдан бастап жұмыс істедім, қызмет атқардым. Осы артында тұрған суреттердің өткені бар, өмірден тірі жүргендері бар, арамызда жүргендері бар, қызметтес болдым. Сол жылдан бастап ең алғашында автоклуб меңгерушісі болдым, 2-3 ай ма, содан кейін режиссер болдым. Режиссер болдым, 2-3 мәрте мәдениетінде директоры де болдым. Енді ол кезде мінезім қызық адамым ғой мен өзім. Сол кезде қазіргі Астана, Целиноградқа, Алматыға, басқа Семейге, Өскеменге бәріне театрларды байқауларға апарып жүрдім. Бірде рет жерге қарап көрген жоқпыз, Құдайға шүкір. 1989 жылы Алматыда халық театры режиссерлерінің конкурсы өтіп, соған Ақсуат халық театрда қатысады. Аталмыш сайыста Қазақстандағы 141 халық театрынан 76 режиссер бақ сынайды. Сол жерден суырылып шыққан халық театры режиссерлеріне Мәскеудегі Бүкілодақтық өнер институтына берілетін жалғыз жолдаманы Серік Зейнетайұлы жеңіп алып, сол кездегі одақтың астанасына барып оқу бақты бұйырады. Белгілі мамандардан дәріс алады. Мәселен, Александр Гук, Аркадий Райкиннің досы Гагин деген режиссерлер сабақ береді. Ал Гук 1980 жылғы жазғы Олимпиаданың көріністерінің сценарийін жазып, режиссерлік жасаған маман болатын. Ал Гагин театр «За колючими проводами» деген атақты кітаптың авторы. 2 жыл сессияға барып, оқыған бойынша емтихан тапсырады. 1991 жылғы тарихи саяси оқиғаға байланысты бірінші дәрежелі режиссер деген бір жапырақ қағаз алып, ауылға қайтады. Алдымыздан жалжұлт етіп от шырақ, әне-міне бақ қонардай боп тұрады. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. 1991 жылы Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында республика бойынша Қазақстандық ең үздік халық театры деген атақты алу үшін 9 театр қатысады. Қойылатын талап оңай емес. Еліміздегі көз тірі драматургтың бір шығармасын сахналау. Соны автордың өзі көріп, бағасын бермек. Серік Жұматов Аманжол Шамкеновтың «Сен жалғыз емессің» деген пьесасы бойынша спектакль апарады. Ақсуаттан 25 адам барған өнер сапарында режиссер барын алып кіріседі. Пьесадағы автордың барлық өлеңдерін алып тастап, жаңадан шыққан кітабынан басқа өлеңдерін пайдаланады. Тіпті 1-2 өлеңіне ән де шығартқызады. Залда көрерменге лық толған. Спектакль аншлагпен өтеді. Автор Аманжол Шамкенов өте риза болады. Басылымдар бұл спектакльдің
1969 жылы қойған Алматыдағы балалар мен жасөспірімдер театрынан да асып кеткенін жарыса жазады. Серік ақын адалдықтың ақ туын көтеріп, әділеттің жолын ұстанып келе жатқан тұлға, қарымды қаламгер. Ақсуатта жатып ақ, кезінде Ара журналының Жатыбатар деп аталатын конкурсынан Көз жұмар деген сатиралық әңгімесі бірінші орынды иеленген. Жыр жебесімен жалған жәдігөйліктің бетін қайтарып, уытты әсіл, өткір қалжыңы мен қоғамдағы келеңсіздікті, әлеуметтік кемшіліктерді түйреген сатира саңлағы. Серік Жұматов жетекшілік жасаған Темірқазық ақындар мектебі талай бұлақтың көзін ашты, талай ұшқынды лаулаған отқа айналдырды. Балапанды сұңқар ғып ұшырды, құлынды тұлпар ғып топқа салды. Осында жүріп, ең бірінші Көңілашар деген үгіт бригадасын құрдым. Сол Көңілашар жаңағы Астана қаласында 24 ұжым қатысқанда екінші орын алып қайтты. Көңілашар үгіт бригадасы. Онда менде қазір жетіп кетті балалар қазір. Немістің балаларына дей болды. Одан кейін Темірқазық деген ақындар орталығын құрдым. Қазір де жұмыс істеп тұр. Гүлмәнат Әуелхан қызы қазір сол басқарып отыр менің орнымда. Онда да көптеген түлектердің республика танымал қазір. 5-ші класс оқимын бекен, сол 6-ші классқа көшкен жыл болу керек. Мені қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімдер айтты. Сені аудандық мәдениет үйіне шақырып жатыр, Серік Жұматов деген кісі деп. Содан мәдениет үйіне келдім. Серік Жұматов ағамыз Темірқазық деген ақындар сыныбын ашыпты. Соған балалар жинап отыр екен. Сол ақындар сыныбына келдік. Менімен бірге қатарлас Бауыржан Атанбаев, Құмкөл ауылынан Қуаныш Жарманов, Дәурен Сенбай, Ақсуаттан Гүлмира Қайратқызы, Аяулым, Айжан деген қыздар болды. Кәдімгідей үлкен сынып болдық. Бізді үйретті, қалай жазу керек екенін, өлең құрау стилін. Сосын жазып ақындарға бөлек үйретті, айтыскер ақындарға айтыстың қыр-сырын бөлек үйретті. Осы Ақсуаттың мәдениет үйінде ең алғаш рет сахнаға шықтым. Найманға Сатманбай ағамыз Қалмақтың ханының рөлін ойнатты. Мен сол кездегі 13 жасар Қазыбектің рөлін ойнадым. Сол кезде біз ойнаған жаңағы спектакльге, сахналық қойылымға режиссерлік жасаған сол Серік ағамыз болатын. Сол 5-ші сыныптан бастап үйретті сахнаның қыр-сырына. Содан әлі күнге міне екінші әкеміз болып кетті. Бізді өнерге баулады. Осы Серік аға маған мақала жазуды осы Серік аға үйретті. Ең алғаш 9-шы класс оқып жүрген кезде ең бірінші мақалам Жас Алаш газетіне шықты. Серік Жұматов жасы кіші шәкірттерге ғана емес, басқа салада жүрген өнерге, өлеңге бейім бар азаматтарға да ықпал етіп, бағдар нұсқап, жол көрсете білді. Жалпы осы мынау шығармашылыққа түбегейлі бет тұруыма маған себепкер болған бір жағы осы Секеңнің, Серік Зейнетайұлының да ықпалы деуіме болады. Өйткені сол шығармашылық ортада ауданның көлемінде үнемі сол жаңағы шығармашылық ортаға қарай бейіндеп, сонда шақырып, маған сен жаңағы неңді жылына 1-2 рет газетке өлең беріп қоясың да, сонан кейін тып-тыныш жатасың, ол болмайды. Сен өзіңнің шығармаларыңды мына газетте жариялауына соған еңбектен деп, сол бойынша жаңа соңғы бір 5-6 жыл қатарынан осы облыстық, аудандық, республикалық газеттерде енді өзімнің туындыларымды жарияладым, әңгімелерімді арасында әңгіме жаздым. Осының бәріне Секеңнің ықпалы бар деп айта аламын.
Серік Зейнетайұлы сатира, драма, лирика тіпті аударма саласында да өз қабілетін сынап көрген талант иесі. Бала кезінен шығармашылыққа бейім, өнерге жақын болған бала Серіктің аға Серікке, қазір дара Серікке айналған туралы ауылдас бауырлары мен қаламдастары ерекше құрметпен айтады. Қарғабадан барып оқыдық, Серік Жұматов ағамыздың ауылынан барып оқыдық, 8 жыл содан бітірдік. Кейін Ақсуаттан барып оқыдық. Серік аға менің апаймен бірге оқыпты 53 жылға. Мен ас бергенде бала кезімде атын естіп жүретінбіз, енді бізден үлкен он жас, білмейміз. 14 жыл әкешім ас берген соңында келіп сөз сөйледі, әкем туралы айтты, әкем комбайнер болған. Сол кісінің әңгімелерін айтты, содан Бикен апаймен оқыған айтты. Сол кезде таныстық. Кейін 16 жыл Алматыға келді, содан бастап жақсы таныс бола бастадық Серік ағамен. Өте ақпейіл, ақ көңіл жан. Танысқаннан бері жақсы қатты араласып жүрміз, тойымызда, жақсылығымызда, қуанышымызда бәрін араласып жүрміз. Бір осы кеудесін көтеріп, мен сонда үлкенмін деп, онда осында бір бәлсінің жоқ, қай кезде көрсең де бастап құшақтап туған бауырындай амандасып құшақтап жатады. Ол кісінің енді еңбегі өте зор деп ойлаймын. Мынау талай ақындарды тәрбиелеп шықты Ақсуаттан. Талай ақындардың ұстазы болды. Мына Серік Қалип бауырымыз да ол кісіні әкесіндей көреді. Ол кісі де Серік Қалипті баласындай көреді екен. Бұл кісі Алматыға да шақырды дейді. Москваға түсті, бірақ Ақсуатын тастамады. Осы Ақсуат көтеруге үлкен үлесін қосты бұл кісі. Сол жылдар мысалы 84-85 жылдары бүгінгі осы біздің Тарбағатай ауданының құрметті азаматы, халықаралық жазушылар одағының мүшесі Жұматов Серік ағамыз, сол менің ұстазым Сенбаймен қатты жолдас болды. Екеуі бірге мынау айтыс өнерінде қатар жүрді. Жұптары жазылмай осы өнер үшін, өлең үшін барларын салған азамат. Бүгінгі таңда Секең өз қаражатына мысалы ай сайын осы ауданда мектеп оқушылар арасында жыр мүшәйраларын ұйымдастырып тұрады. Енді Секеңнің шәкірттері көп, жаңа мектеп қалыптастырды деп айттық қой. Секеңнің енді үлкен бірінші шәкірттері, алдыңғы толқын шәкірттерін бүгінгі таңда Қалип Серік, осы Алашқа белгілі Аймаңдай үлкен ақындарымыздың біріне айналды. Енді ұстаздың бұл еңбегі Секең осы Тарбағатай елінің ардақ тұтатын өзінің туын осы туған жеріне қадап, осы туған жерінің намысын осы 70-ке келгенше мінекей байрағын тік ұстап келе жатқан өнер жолындағы ақын ағаларымыздың бірегейі деп айта аламыз. Қазіргі күнге дейін елдің шындығын әрқашанда батылдықпен айтып, халық алдындағы абыройыңызды асқақтата білдіңіз. Әлі де елге берер, жас буынға берер өнегеңіз, тәлім тәрбиеңіз, шығармашылығыңыз молынан екеніне ешқандай күмәнім жоқ. Кәрі құлақ қазыналы қариялардың салиқалы әңгіме ел шежіресін көкірегіне бала жасынан сіңірген Серік ақын, өлкө тарихы, ұлы тұлғалар жөнінде аудандық, облыстық газетке дүркін-дүркін мақала жариялап келеді. Ұлттық жадыны қайта түлетіп, жас ұрпаққа білгенін, оқып тоқығанын айтудан жалыққан емес. Бұл біздің Молдабай атамыз. Бұл кісі орта жүздің бас палуаны атанған. Атақты Қажымұқан Айтбасов Зайсанға қонаққа келгенде осы жерден осы Ақсуатта, мына жерде Түйебазында деген жерде тұрған. Содан іздеп барған ғой. Негізде тарихшылар олай білмейді. Негізде Молдабай деген кісі аяғы қысқалау, қол ұзын. Сонда Қажымұқан Айтбасов адамның жез тырнағы екен істеген. Осында саусақтар олай ұзын болған. Сонда өте әлді болған. Мынада енді жастар қателесіп кетті. 28 жыл қайтыс болған. Негізде 1926 жыл қайтыс болған. Ақсуат деп кім өзіңді атады, атауыңда бір ұлылық жатады. Ақ дегенім жомарттығың пейілің, суат деген тұнық судың отаны деп жырлаған Серік ақын, Ақсуаттың төрінен, Тарбағатай өрінен қалам қарымымен де, талант дарынымен де еш төмендеген жоқ. Бүгінде ақын Серік, сері Серік,
Алла берген ұл қыздарының жақсылығын көріп отырған бақытты әке, немерелерінің ардақты атасы, елінің асыл азаматы, аяулы ақыны, қажырлы қаламгері. Серік Зейнетайұлы Жұмат Семейдің Абай атындағы мәдени ағарту училищесін бітірген, республикалық, облыстық, аудандық ақындар айтысының жыр мүшәйлерінің жеңімпазы, жүлдегері, өмір баспалдақтары, ел сыйлаған азамат, жаны жайсаң зақаң, ой қуанғаным-ай, қасиетті қарғыбам және мен, елім деген Еркінбек, ақын Сенбай, қалау, Ақсуаттың айтқыштары және басқалар кітаптарының авторы. Биыл ақын драматург, ұстаз Сегіз қырлы Серіктің Ақсуаттың Жұматованың мерей тойы. Өмір айдындағы уақыт кемесінде 70 жастың желкенін керді. Басына бұлт қондырған тарбағатай, бауырына жұрт қондырған тарбағатай, табиғаттың шұғылалы нұрын жайып, бойына құт қондырған тарбағатай, қалың ел мақтан қылған тарбағатай, кеудеге от жандырған тарбағатай, өсіріп ұландарын, қырандарын арманға аттандырған тарбағатай. Еліме қорған болған тарбағатай, дұшпанға арман болған тарбағатай, ұрпағына жасымаш жігер беріп, көркімен заңғар болған тарбағатай. Алда 80-нің сеңгірі тұр, аттан түспей, аман жүріңіз тарбағатай тарланы.